Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге корей капустасын жасап көрсетемін. Корей капустасы тез әрі жылдам дайындалады. Бізге шағын 2,5 килограмм шығатын капуста жеткілікті. Капустаны 4 бұрышты қылып кесіп шығамыз. Бір ас қасық тұз сеуіп, арасын ашып, капустаның осылай араластырып қысып шығамыз. Капустаны жарты сағатқа бетін жауып қоя тұрамыз. Жарты сағаттан кейін капустаның сөлі шығады. Капустаға қосу үшін 1 штук 350 граммдай шығатын сәбіз қажет. Сәбізді теркадан өткізіп, капустамен араластырып шығамыз. Капустадан шыққан шырынын төгіп тастаймыз. Капустадан шыққан шырынды төгіп тастағаннан капуста құрғап кетпейді. Одан қорықпасаңыздар да болады. Қазір түрлі дәмдеуіштер қосқаннан кейін, жарты сағатқа қойғаннан кейін капуста қайтадан шырын бөліп шығарады. Сол жеткілікті болады. Капустаны осылай кішкене сілкіп, екінші ыдысқа саламыз. Екі ас қасық қант қосамыз. Бір шай қасық кориандр қосамыз. Бір шай қасық паприка қосамыз. 4-5 штук сарымсақ қосамыз. Және жарты шай қасық қызыл бұрыш қосамыз. 1 шай қасық 70% уксус қосамыз. Капустаға әдемі түс пен дәм беру үшін 1 шай қасық куркума қосамыз. Қызыл бұрыштың үстіне күйдірілген майды құйып, жақсылап араластырып, салқын жерге жарты сағатқа қоя тұрамыз. Корей капустасы дайын болды. Дәмі өте жақсы болып шықты. Тез әрі жылдам дайындалады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналға жазылып, пікір қалдыра кетіңіздер.